Қостанай жылқысының тұқымы азайып қалған заманда алдына қара салмаған жануарлар осы. Тіпті олардың рекордын әлі күнге жаңартқан жүйрік жоқ. Қостанай жылқысы әрде 60-шы жылға селекцияның нәтижесінде пайда болған дейді. Қазіргі бара 200 бастай ғана. Әріптесіміз Әлішер Әлиді тыңдайық. Құрып кетудің азақ алдында тұрған Қостанай тұқымды таза қанды жылқыны көбейту қайта қолға алынды. 1969 жылғы санақта 44 мыңға жеткен асыл тұқымды жылқыдан қазір саусақпен санарлық қана қалған. Кеңес одағы ыдырағаннан бері бұл жылқы тұқымына еш көңіл бөлінбеген. Тек 2019 жылдан бастап мемлекет басшысының бастамасымен мәселе қолға алынды. Это более полувека назад жеребец червонец. Бұл тұқымды алуға 100 жылдай уақыт кеткен болатын. 1951 жылы еліміздің климатына өте бейімделген Қостанай жылқысы пайда болды. Мәселен, майкөлдік червонец деп аталатын қостанайлық жылқы 100 шақырымды 4 сағат 1 минутта жүгіріп өтіп әлемдік рекорд орнатты. Бұл рекордты әлі ешкім жаңартылмады. Сондықтан бұл тұқымның мүмкіндігі көп. Шаруаға да, әрі спортқа да өте ыңғайлы. Қазір Қостанайдағы Қазақ тұлпары зауытында 48 бас таза қанды Қостанай жылқысы бар. Оның 20-сы аналық, 5-7 жыл көлемінде 100 басқа толтырамыз деп ойлаймын. Аталған жылқы тұқымын көбейту Алматыда өткен жиында талқыланды. Оған асыл тұқымды жылқы зауыттарының, қоғамдық ұйымдардың, мемлекеттік органдар мен ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының өкілдері қатысты. Шара соңында Қостанай жылқысын қайта дамытуға арналған ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. У нас есть Қазір біздің жылқы зауытымызда 2 Қостанай тұқымды жылқымыз бар. Біздің жоспарымыз тағы да бірнеше аналық бас алып, сол 2 жылқымен әрі қарай жұмыс істеп санын арттыру. Қазақ тұлпарлардың ішінде Қостанай тұқымының орны ерекше. Ол жергілікті қазақ аттар мен дондық, орловтық жылқыларды будандастыру арқылы алынған. Шапшаң, қарқынды, дене бітімі біршама ірі. Дәлірек айтсақ, қашсан құтылатын, қусан жеткізетін жүйрік тұқымдардың бірі. Былтырғы жылы елімізде тек Қостанай жылқылар шабатын ірі бәйгелер өтті. Оған 80 миллион теңге қаражат бөлінген. Хас жүйріктердің жарысы биыл да жалғасын табады. Біз биыл Қостанай жылқысының 5 жарысын өткіземіз. Маусымның басталуы 28 мамырдан басталады. Ең соңғысы көшпенділер ойыннан кейін 28 қыркүйекте өтеді. Жабылуы. Бұл Қостанай жылқысының жарысы 3 құр бәйгеден 3 қашықтықтан өтеді және дәстүрлі бәйгеден өтеді. Бұл жерде құнан бәйге, сосын аламан бәйге болады. Дәл қазіргі уақытта қауымдастық құрамында 9 федерация бар. Оның 5-еуі, яғни көкпар, бәйге, теңгелеу, жамбату, аударыспақ. Тікелей 4 аяқты тұлпарлармен байланысты. Мамандар биылғы жылы Қостанай жылқысын бәйгеден бөлек аталған спорт түрлеріне қосуға ниетті. Әлішер Әли, Артур Горшняков, Ержан Рахманбердиев, 24 KZ.